Бүгінгі тақырып жердің ішкі құрылысы. Бұл 6-шы сыныпта біз жер қабықтары деп аталатын үлкен тарауды бастаймыз. Бұл тараудың ішінде, жер қабықтар деген тараудың ішінде атмосфера, биосфера, гидросфера, литосфера секілді жер қабықтарына тоқталамыз. Осының ішінде ең бірінші қабық, яғни бүгінгі сабақты литосферадан бастаймыз. Атмосфера, атмос бұл бу деген сөз, сфера шар, яғни немесе қабық, бу қабығы туралы. Оғым бу қабығы деп аударылады. Гидросфера, гидросу, сфера шар, яғни су қабаты туралы мәлімет аламыз. Биосфера, яғни тіршілік деген сөз, биос. Сонда тіршілік қабаты туралы мәлімет аламыз. Ал литос деген сөз гректің тас деген ұғымын білдіреді. Сонда тас қабаты деген сөз. Сөзбе сөз аударатын болсақ, литосфера тас қабаты деген мағынаны білдіреді. Енді алдарыңызда мынау Кола түбегінде орналасқан үлкен шұңғыма. Егер адамзат атмосфераны, гидросфераны өте жақсы зерттеген болса, жердің ішкі құрылысын олай зерттелмеген. Өйткені ең терең деген мына Кола түбегіндегі шұңғыма, қарап отырсаңыздар, Кола түбегіндегі терең бассейн өзі бар болған 15 километр тереңдікті алып жатыр. Сондықтан біз жердің түбіне қарай жердің ішкі құрылысы туралы мәліметтер шамамен аздау, басқа географияның басқа қабықтармен салыстырғанда. Есте сақтаймыз, Кола түбегі бар болғаны 15 километр тереңдікке ғана қазылған. Енді мынау жердің ішкі құрылысын зерттейтін әртүрлі әдістер бар. Оның ішінде ең көп қолданылатыны, ең негізгісі ол сейсмикалық толқындар арқылы. Яғни сейсмологтар жер сілкінісі кезінде не болмаса қолдан жарылыс жасап, жер жарылысын жасап, сонда толқындардың таралу жылдамдығын есептейді екен. Әртүрлі породада, тау жыныстарында толқындар әртүрлі қозғалады екен. Сол қозғалысты есептей отырып, жердің ішкі құрылысын есептеп шығарған екен. Жердің ішкі құрылысы негізгі 3 бөліктен тұрады. Ол біріншісі жер қыртысы, яғни жердің сыртқы қабаты. Одан кейін мантия. Мантия деген сөз жамылғы деп аударылады. Шапан немесе жамылғы деп аударылады. Үшінші қабат ол ядро, яғни жер қыртысы, мантия және ядродан тұратын анықталды жердің ішкі құрылысы. Енді жердің өзінің жер қыртысына келетін болсақ, жер қыртысы, яғни мантияны жауып отқан жер қыртысы қалыңдығы 5-80 километр екен. Оның ішінде жазықтықта 30-40 километр болса, тауларда 70-80 километрге дейін жетеді екен. Ал мұхиттарда бар болғаны 5-10 километр қалыңдықты алып жатыр екен. Мантия 2900 километр қалыңдығы. Температурасы 100-150 градус шамасында, жоғарғы жағында, яғни жоғарғы жоғарғы бөліктерінде температура 100-150 градус болса, төменгі, яғни мантияның төменгі қабатында 2000-2500 градусқа дейін жетеді екен. Сондықтан мантия көбіне қоймалжың, сұйық күйде болады екен. Ядроның өзі, жер ядросының өзі екіге бөлінеді. Ішкі ядро және сыртқы ядро деп. Ішкі ядро көбіне қатты күйде болады да, сыртқы ядро қоймалжың күйде. Жалпы ядроның радиусының ұзындығы 3500 километр, есте сақтаймыз. Негізінен темір мен никельден тұрады екен. Темір мен никельден тұрады. Енді осының ішінде литосфера дегеніміз не? Литосфера деп отқанымыз мына мантияның жоғарғы қабаты мен жер қыртысын алып жатқан бөлік екен. Енді литос деген тас деген сөз деп айтқан етін, сонда мантияның жоғарғы қабаты, кристалды қабаты. Ол жерде температураны айтқандай жоғары емес, сондықтан сол литосфераның, мантияның жоғарғы кристалды қабаты мен жер қыртысын бірге алғанда литосфера қабатын құрады. Литосфера қабаты мына суреттен көріп тұрғаныңыздай әр жерде әрқалай болады екен қалыңдығы. Мысалы мұхит түбінде ол өте жұқа болса, таулардың астында ол өте
жуан болып келеді екен. Содан кейін осы жер қыртысына қатысты тағы бір ұғым, ол Махаровичич шекарасы. Яғни жоғарғы мантия мен жер қыртысының арасында Махаровичич шекарасы орналасқан. Шекара Махарович шекарасы деп аталады. Бұны алғаш алдарыңызда тұрған серб сейсмологы Махарович деген кісі ашқандықтан 1909 жылы бұл шекараны сол кісінің есімімен Махаровичич шекарасы деп атаған екен. Есте сақтаймыз. Жоғарғы мантия мен жер қыртысының арасында орналасқан. Суретте көріп тұрғандарыңыздай. Енді астеносфера деген қабат бар тағы да. Жердің жоғарғы мантиясындағы тығыздық, беріктік және тұтқырлық қасиеттері төмен қабат астеносфера деп аталады. Яғни мынау төменгі жоғарғы мантияның жағы тығыздығы, беріктігі осал тұсы жер қыртысына дейінгі астеносфера деп аталады. Негізгі біздің плиталар, жердегі плиталар осы астеносфераның үстімен қозғалыста жүреді екен. Өйткені астеносфера тығыз емес, сұйықтау болып келеді екен. Беріктігі төмен қабат болып келеді екен. Енді келесі тақырып литосфералық тақталар деп аталады. Литосфералық тақталарға келетін болсақ, жер бетінде өзі 7 ірі литосфералық тақта бар. Және 10 шақты кішігірім тақталар бар. Мысалы, Наска тақтасы кішігірім тақталарға жатады. Бұлар әрқашанда қозғалыста болады екен. Ең алғаш осы тақталардың теориясын, тектоникалық, литосфералық тақталардың теориясын ұсынған Вегенер деген кісі болған. Вегенер теориясы бойынша осы тақталар ылғи да қозғалыста болады екен. Жылына 1-2 сантиметр қозғалады екен. Енді бір жылға есептегенде бұл аз көрінгенімен 30-40 немесе 100 жылға шаққанда бұл өте үлкен қозғалысты құрайды екен. Енді бұл плиталардың қозғалысының түрлеріне келетін болсақ, плиталар бір-бірінен ажырап қозғалады екен, яғни бір-біріне кері. Қарап отырсаңыз, екі плита бір-бірінен ажырап кері кетіп баратыр. Екінші түрі ол бір-біріне қарай қозғалады. Мына суретте көріп тұрғаныңыздай, екі плита бір-біріне қарай қозғалып келе жатыр. Үшінші қозғалыстың түрі бұл параллельді қозғалыс. Яғни екі плита бір-біріне параллельді. Яғни кері де емес, бір-біріне қарай да емес, оң және сол бағытта параллельді қозғалады екен. Енді осы қозғалыстардың әрқайсысына тоқталатын болсақ, жер плиталарының қалай қозғалып бөлініп бара жатқанын мына суреттерден айқын көрінуге болады. Кәдімгідей жарылып, құрлықта плиталардың арасы ажырап жатыр. Енді бірінші қозғалыс, айттық, екі плита бір-бірінен кері қарай, қарама-қарсы бағытқа, яғни кері қарай бір-бірінен ажырап жатады. Егер бұл процесс мұхиттың түбінде жүріп жатса, енді құрлықта қалай болатын көрдіңіздер. Екі плита ажырап жатса, кәдімгі үлкен осындай жарықтар пайда болады екен. Ал енді мұхиттың түбінде жүріп жатса, бұл процесс екі плита бір-бірінен кері қарай кетіп бара жатса, бұл көбіне мұхит орта жоталарының пайда болуына алып келеді екен. Мынау ажыраған жердің орнын магмамен, вулкандар пайда болып, магмамен толып, жер мұхиттардағы орта жоталар пайда болады екен. Мысал ретінде, мына Атлант мұхитын алатын болсақ, мұнда орта Атлант жотасы орналасқан. Яғни бұл жерден екі плитаның кері қарай кетіп баратқанын көріп отырмыз, және арасында орта Атлант жотасы осылай қалыптасқан екен. Яғни ажыраған сайын арасы магмаға толып, вулкандары атқылап, орта жоталар, мұхиттағы жоталар осылай пайда болады екен. Не болмаса Үндістанды алайық, Үнді мұхитын алайық. Осында орталық Үнді жотасы да осылай түзелген екен. Яғни осы жотаға қарап отырып, мұхиттағы бұл плиталардың бір-бірінен ажырап бара жатқанын көреміз. Енді плиталардың тағы бір қозғалысы, ол бір-біріне қарай дедік. Яғни біріншісі бір-бірінен ажырап, қарама-қарсы қозғалу болса, екінші түрі бұл екі плитаның бір-біріне қарай жылжуы. Мысалға, мынау мұхит түбі плитасымен, материктік плитаның бір-бірімен соқтығысуы. Екеуі бір-біріне қарай жылжып соқтығысқан кезде, мынау тығыздығы жоғары мұхит плитасы материктік плитаның астына кіріп кетеді екен. Суреттен көріп тұрғаныңыздай.
сөйтіп екеуінің соқтығысқан жерінде өте терең науалар пайда болады, мұхит түбі науалары. Мысалға әлемдегі ең терең науа Мариан шұңғымасы, тынық мұхиттағы. Дәл осы екі плитаның, яғни мұхиттық плита мен материктік плитаның соқтығысуы нәтижесінде бір-біріне қарай жылжып соқтығысуы нәтижесінде пайда болған екен. Қарап отырсаңыздар, мына суретте материктік плита сәл жоғары көтеріледі екен да, бұнда тау түзілу процестері жүріп жатады екен. Ал мұхит плитасының төменге кірген жерінде дәл соқтығысқан жері өте терең науа пайда болады. Мысалға алдарыңызда тұрған Курил науасы. Курил науасы бұл, яғни мына тынық мұхит плитасының Евразия плитасының астына кіріп жатқан жері де, және майысқан құрлықтық плитаның үстінде Курил аралдар пайда болды. Курил аралдар тізбегі. Андыны алатын болсақ, әлемдегі ең ұзын тау оңтүстік Америкада орналасқан Анды тауы да дәл осы материктік плита мен мұхиттық плитаның бір-біріне қозғалып, бір-біріне қарай қозғалып, мұхиттық плитаның төменге кіріп кетуінен пайда болған екен. Мысалға, мына жерде Наска плитасы орналасқан, ал мынау құрлықтағы плитамыз бұл оңтүстік Америка плитасы. Екеуінің соқтығысуы нәтижесінде әлемдегі ең ұзын тау, Анды тауы осылай құрылған екен. Енді бұл мұхит плитасы мен құрлық плитасының бір-бірімен соқтығысқандағы мысалы. Ал тағы да материктік екі плита кездесетін болса, онда биік таулардың құрылу процесі жүріп жатады. Онда мұхиттық плита секілді бірінің астына бірі кіріп кетпейді. Бұнда керісінше екеуі бір-бірімен соқтығысып, жер майысып көтеріледі. Мысалы, әлемдегі ең биік тау, мынау Гималай тауы осылай түзілген. Мынау Евразия тақтасы мен мынау үнді австралиялық тақтаның соқтығысуы нәтижесінде екеуі соқтығысып, мүжіліп, өте биік тау құрылған екен. Енді мына тақталар тек горизонталь бағытта ғана емес, вертикаль бағытта да қозғалады екен. Яғни жоғары төмен түсіп те қозғалады екен. Сондықтан кейбір жерлер, мысалға теңіздің кезінде биік болған жерлер шөгіліп, керісінше төмен болған жерлер көтеріліп, жер өзгеріске ұшырап жатады. Енді мына тектоникалық қозғалыстар қалай жүретіндігін көзімізбен елестету үшін мына бір видеоға назар аударайық. Жердің беті қозғалмайтын секілді көрінгенімен, шын мәнінде ол қозғалады. Жердің астындағы температураның жоғарылауы мен төмендеуі конвекциялық ағымдар тудырады. Осының әсерінен тақталар жылына бірнеше сантиметр жылдамдықпен өте баяу қозғалады. Елеусіз көрінгенімен, оның салдары зор. Тақталардың қозғалысы жер сілкінісін тудырады, жанартауларды оятады.
өзгеріске ұшырайтынын білдіреді. Жақсы, келесі тақырып бұл тау жыныстары деп аталады. Тау жыныстары біздің жердің бетін алып жатқан жыныстардың көпшілігі мына тастардан құралған. Үлкен тасты алсақ та, үйде қолданатын, тамаққа қолданатын ас тұзын алсақ та, бұның барлығы тастардан құралған. Немесе оларды тау жыныстары деп атайды. Тау жыныстары деп. Енді тау жыныстарын түзетін заттарды минералдар деп атайды екен. Мысалға мынау гранит деген тау жынысы 3 минералдан құралған екен. Ол кварцит, дала шпаты және слюда. Ал тамаққа қолданып жүретін ас тұзымыз көбіне бір ғана минералдан, яғни тұздан, натрийдан құралған. Жалпы жер қыртысында минералдың 3000-ға жуық түрі бар екен, және тау жыныстарының 1000-ға жуық түрі бар екен. Енді қалыптасуы, жасалуы бойынша тау жыныстары 3-ке бөлінеді екен. Магмалық тау жыныстары, шөгінді тау жыныстары және метаморфтық тау жыныстары. Магмалық тау жыныстары аты айтып тұрғандай магмадан жасалынған, магманың төгілу нәтижесінде құрылған. Енді магма сыртқа шығып, вулкан арқылы сыртқа шығып қатса, ол сыртқа шыққан магмалық тау жынысын құрайды екен. Яғни бұны басқаша эффузивті тау жыныстары дейді, немесе жай ғана сыртқа ағып шыққан магмалық тау жынысы деп есте сақтаймыз. Оларға көбіне базальт, пемза, андезит, диабаз секілді жыныстар жатады екен. Енді магма кейде сыртқа шықпай, терең жер қабатында қатып қалуы мүмкін, қалып қойып. Ондай жыныстарды терең магмалық тау жыныстары деп атайды. Оларға габро, диорит, гранит жатады екен. Сонда гранит, базальт біз көп еститін тау жынысы осы магмалық тау жынысына жатады екен. Жалпы магмалық тау жыныстар біздің 15-20 километр тереңдікке дейін бүкіл тау жыныстарының 95%-ын құрайды екен. Ал одан тереңірек бүкілі дерлік осы магмалық тау жыныстардан құралған деуге болады. Енді келесі шөгінді тау жыныстары аты айтып тұрғандай, шөгудің нәтижесінде пайда болған тау жыныстары 3-ке бөлінеді екен. Кесек шөгінділер, химиялық шөгінді тау жыныстары және органикалық тау жыныстары. Кейде химиялық және кесек шөгінділер тау жынысын бейорганикалық шөгінді тау жынысы деп те атайды. Осының ішінде біріншісі кесек шөгінділерге тоқталатын болсақ. Кесек шөгінділер, суреттен көріп тұрғаныңыздай, тау жыныстарының желдің, судың, мұздықтардың әсерінен, жылжу әсерінен, суға шайылу әсерінен пайда болған жыныстар екен. Кесек-кесек болып қалыптасқан, үгітілген. Оларға мысалға щебень, гравий, галька, құм, саз секілді тау жыныстары жатады екен. Яғни желдің әсерінен, басқа да сыртқы күштердің әсерінен мүжіліп шөккен тау жыныстарын айтады екенбіз. Химиялық шөгінді тау жыныстарына тұзды жатқызуға болады. Бұларда судың, басқа да желдің әсерінен суға кеп тұнып, химиялық өзгеріске ұшырап, басқа химиялық құрамы жағынан басқа тау жынысын құрайды екен. Көбіне тұзды жатқызады. Тұзбен гипс осы химиялық шөгінді тау жыныстарына жатады екен. Енді органикалық тау жыныстарына келетін болсақ, шөгінді тау жыныстарына келетін болсақ, аты айтып тұрғандай, бұл өсімдіктердің, жануарлардың қалдықтарының шөккен жыныстары. Оларға известняк дейді, әктас, тас көмір, торф және мұнай жатады екен. Мысалға, ол органикалық тау жыныстарын көмірдің арасын, болмаса әктің арасын, бордың арасын қарайтын болсаңыздар, әртүрлі жануарлардың, өсімдіктердің қалдықтарын табуға болады. Бұл олардың қандай өсімдіктің немесе жануардың қалдығынан құралғанын анықтауға мүмкіндік береді. Енді метаморфтық тау жынысы деп отқанымыз, яғни метаморфоз өзгеру, түрді өзгерту деген сөзден шыққан. Яғни қатты температура мен қысымның нәтижесінде біз өткен магмалық тау жыныстары мен шөгінді тау жыныстары өзгеріске ұшырайды екен. Метаморфоз деген өзгеріс деген сөз. Сонда өзгеріске ұшырап, жаңа метаморфозды тау жыныстарын құрайды екен. Мысалға, гранит жылдар өткен сайын қысымның және температураның әсерінен гнейске айналып кетеді екен, түрі өзгеріп.
әктас немесе известняк қысымның температураның әсерінен жылдар өте келе мраморға айналып кетеді екен, немесе мәрмәр тас. Қысқаша осы. Енді бүгінгі мынау тау жыныстарын қорытатын болсақ, тау жыныстары магмалық, шөгінді және метаморфтық деп үшке бөлінеді. Магмалық жыныстар магмадан жасалынған, сыртқа ағып шыққан және тереңде жатқан, эффузивті немесе интрузивті болып бөлінеді. Эффузивті немесе сыртқа ағып шыққан магмалық жыныстарға базальт, пемза, андезит, диабаз жатса, тереңде жатқан интрузивті магмалық жыныстарға габра, диорит және бізде көп естілетін гранит. Шөгінді тау жыныстары, яғни тау бөліктерінің, әртүрлі тау породаларының жыныстардың жаңағы шөгу арқылы, желдің, судың, басқа да сыртқы күштердің әсерінен шөгу нәтижесінде құрылған жыныстар. Олар кесек тау жыныстары, химиялық тау жыныстары және органикалық деп бөлінеді. Кесек тау жыныстарға щебень, құм, саз, галька жатса, химиялық тау жынысына гипс пен ас тұзы жатады. Органикалық тау жынысына, шөгінді тау жынысына әктас, көмір, торф, мұнай жатады екен. Метаморфтық тау жынысы бұл жаңағы магмалық және шөгінді тау жыныстарының температура мен жаңағы қысымның әсерінен өзгеріске ұшырауынан туындаған тау жыныстары. Оларға гнейс, мрамор, сланец дейді, яғни сазды сланец және кварцит деген өзгеріске ұшыраған тау жыныстары жатады екен. Қысқаша осы. Тыңдағандарыңызға рахмет.